大家好, сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ауа райы тақырыбын үйренеміз. Бұнда біз алдымен ауа райына байланысты негізгі сөздерді үйренеміз, одан кейін ауа райы туралы қысқа диалогтар жүргіземіз. Ал кеттік. Күн ашық деген сөз Қытайда 칭тен деп айтылады. 칭тен. бұлтты деген дойын, жаңбыр жауады деген ша-ю, қар жауады деген ша-шуе. Ал маған лесіп оқыңыздар. 칭тен, 칭тен, дойын, дойын, ша-ю, ша-ю, ша-шуе, ша-шуе. Енді жел деген қытайша фың, ыстық деген жы, соғық деген лың, ауа райы деген тенші. Маған лесіп оқыңыздар. Фың, фың, жы, жы, лың, лың, тенші, тенші. Міне бұлар жаңа сөздер. Қытайша жаңа сөздерді син сы хуй деп айтады. Син сы хуй. Син деген жаңа, сы хуй деген сөздер. Қарапайым сөйлемдерді қарастырайық. Бүгін ауа райы жақсы демекші болсақ, 今天天气很好. 今天天气很好. 今天деген бүгін деген сөз. 天气ауа райы, 很деген өте деген сөз. 好 жақсы. 今天天气很好. Ал бүгін жаңбыр жауып тұр демекші болсақ, 今天下雨了. Бұнда ша деген түсу деген сөз. Жаңбыр түсіп тұр. Тіке аударсақ. Бүгін жаңбыр жауып тұр. 今天下雨了. Ал бүгін қар жауып тұр демекші болсақ, 今天下雪了дейміз. 下雪дегенді жаңа сөздерде үйрендік. Енді диалогты көрейік. Ал бүгін ауа райы қандай деп сұрамақшы болсаңыз, 今天天气怎么样? 怎么样деген қандай деген сөз. 今天天气怎么样? Ал бүгін күн ашық. 今天天气很晴朗. Өте ашық деген сөз. 今天天气很晴朗. Маған лесіп оқыңыздар. 今天天气怎么样? 今天天气怎么样? 今天天气很晴朗. және сол сұрақ, бүгін ауа райы қандай? 今天天气怎么样? 今天天气怎么样? Ja, мынаған көңіл аударайық. Мына мы деген бұл жеңіл айтылады, үстінде тон жоқ. Қарап отырсаңыздар. 今天天气怎么样? Жеңіл тез айтылады. Ал бүгін күн суық. 今天天气很冷. 今天天气很冷. Онда бүгінгі сабағымыз осы жерде. Тапсырмаға сөздерді жаттап алыңыздар. Бүгін ауа райы қандай сұрағына жауап беріп үйреніңіздер. Онда біз ауа райына қатысты сөздерді үйрендік. Қарапайым сөйлемдермен диалог құрастырдық. Осы мазмұндарды жаттап, жақсылап үйреніп алыңыздар.